Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі тақырыбымыз қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысу деп аталады. Ендеше бүгінгі сабақтың тақырып жоспарларына тоқтала кетсек, бірінші қарастырылатын сұрағымыз қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысудың ұғымы. Екінші, қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысушылардың түрлері. Үшінші сұрақ, қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысушылардың жауаптылығы. Төртінші сұрақты қарастырамыз. Қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысушылардың шектен шығуы. Жалпы қылмысқа сыбайлас қатысудың түрлеріне байланысты 2014 жылы қабылданған қылмыстық кодексте 4 қана бап қарастырылған. Олар қылмыстық кодекстің 27-ші бап, 28-ші бап, 29-ші бап және де 30-ші баптар. Соның 27-ші баптың өзінде осы сыбайлас қатысушы ұғымының түрлері көрсетілген. Одан кейін есе міндетті түрде сыбайлас қатысушылардың түрлері, яғни 4 түрі қатысылған. Одан кейінгі 29-ші бап жауаптылығы. Одан кейін осы сыбайлас қатысушылардың шектен шығушылығы қарастырылған. Бүгінгі тақырыбымыз осыларды қарастыратын боламыз. Енді жалпы Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 27-ші бабында қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысудың ұғымы қарастырылған. Бұның диспозициясына назарларымызды аударсақ. Жалпы екі немесе одан көп адамның қасақана қылмыстық құқық бұзушылық жасауға қасақана бірлесе қатысуы қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысу деп айтылады. Енді сыбайлас қатысушылардың түрлері, қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысушылардың түрлері, оның 4 түрлері бар. Ол қылмыстық кодекстің 28-ші бабында айқындалған, дәйектелген. Оның бірінші түрі ұйымдастырушы, екінші айдап салушы, үшінші көмектесуші және де орындаушы болып 4 түрге қарастырылған. Ендеше осылардың аражігін ажыратып алуға тоқталамыз. Ендеше 28-ші баптың екінші бөлігінде қылмыстық құқық бұзушылықты тікелей жасаған, не оны жасауға басқа адамдармен бірге бірлесе тікелей қатысқан адам, сондай-ақ жасына, есінің дұрыс еместігіне, не осы кодексте көзделген басқа да мән-жайларға байланысты қылмыстық жауаптылыққа жатпайтын басқа да адамдарды пайдалану арқылы сол сияқты іс-әрекетті абайсызда жасаған адамдарды пайдалану арқылы қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адам бұл орындаушы деп айтылады. Демек, орындаушы дегеніміз Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 28-ші баптың екінші бөлігінде айқындалған. Ендеше біз ең осы қылмысты ұйымдастырған ұйымдастырушыға тоқтала кетсек. Бұл 28-ші баптың 3-ші бөлігінде қарастырылған. Яғни диспозициясына тоқтала кетсек, қылмысты құқық бұзушылық жасауды ұйымдастырған, не оның орындалуына басшылық еткен адам, сол сияқты қылмыстық топты құрған, не оған басшылық еткен адамды ұйымдастырушы деп айтады екенбіз. Демек, ұйымдастырушы туралы түсініктемесі 28-ші баптың 3-ші бөлігінде көрсетілген. Ендеше біз айдап салушы дегеніміз не? Кім? Осыған байланысты тоқтала кетсек, бұл 28-ші баптың 4-ші бөлігінде көрсетілген. Яғни ол жерде былай жазылған. Басқа адамды азғыру, параға сатып алу, қорқыту жолымен, не басқа да тәсілмен қылмыстық құқық бұзушылық жасауға көндірген адамды айдап салушы деп айтылады. Яғни айдап салушы деп танылған бұл 4-ші бөлікте көрсетілген екен. Ендеше біз қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысушылықтың ең соңғы түрі, бұл 4-ші түрі, бұл көмектесуші деп айтылады. Жоғарыда аталған 28-ші баптың 5-ші бөлігінде көмектесуші деп кімді танимыз? Осы жөнінде
жазып көрсеткен екен. Ендеше өзінің кеңестерімен, нұсқауларымен, ақпарат, осы іс-әрекет жасайтын қару немесе құралдар берумен, не оны жасауға кедергілер жоюмен қылмыстық құқық бұзушылықтың жасалуына жәрдемдескен адам, сондай-ақ орындаушыны қылмыстық құқық бұзушылық жасау қаруын не өзге де құралдарын, осы іс-әрекеттің ісін не құқыққа қарсы жолмен қол жеткізілген заттарды жасыруға күні бұрын уәде берген адам, сол сияқты осы сияқты заттарды иемденуге, өткізуге күні бұрын уәде берген адам бұл көмектесуші деп танылады. Құрметті достар, енді біз жоспарымыз бойынша бірінші, екінші жоспарды аяқтадық. Енді жоспарда үшінші сұрақ: қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысушылардың жауаптылығына тоқталсақ. Сыбайлас қатысушылардың жауаптылығы 2014 3 шілдеде қабылданған қылмыстық кодекстің 29 бабында айқындалған. 29 баптың бірінші бөлігінде жазады: сыбайлас қатысушылардың қылмыстық жауаптылығы олардың әрқайсысының қылмыстық құқық бұзушылықты жасауға қатысуы сипаты мен дәрежесімен айқындалады дейді. Бірге орындаушы өздерінің бірлесіп жасаған қылмыстық құқық бұзушылығы үшін осы кодекстің 28 бабына сілтеме жасамай, осы кодекстің белгілі бір бабы бойынша жауап береді. Ұйымдастырушының, айдап салушының және көмектесушінің жауаптылығы олар бір мезгілде бірге орындаушылар болып табылған жағдайларды қоспағанда жасалған іс-әрекет үшін жаза көзделетін бап бойынша осы кодекстің 28 бабына сілтеме жасалып отырып туындайды. Орындаушы өзіне байланысты емес мән-жайлар бойынша қылмысты ақырына дейін жеткізбеген жағдайда сыбайлас қатысушылар қылмысқа дайындалуға не қылмысқа оқталуға сыбайлас қатысқаны үшін жауаптылықта болатыны жазылған. Өзіне байланысты емес мән-жайлар бойынша басқа адамдарды қылмыс жасауға көндіре алмаған адамда осы іс-әрекетті жасауға дайындалғаны үшін қылмыстық жауаптылықта болады деп айқындалған. Осы кодекстің ерекше бөлігінің тиісті бабында арнайы көрсетілген қылмыстық құқық бұзушылықтың субъектісі болып табылмайтынын, осы кодексте көзделген іс-әрекетті жасауға қатысқан адам осы қылмыстық құқық бұзушылық үшін оны ұйымдастырушы, оған айдап салушы не көмектесуші ретінде қылмыстық жауаптылықта болады деп нақты негіздеп, дәйектеп жазып қарастырылған. Құрметті білім алушылар, ендеше жоспарымыздың ең соңғы 4-ші сұрағына тоқтала кететін болсақ, қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысушының шектен шығуы деп қарастырғанбыз. 2014 шілдеде қабылданған қылмыстық кодекстің 30 бабында бұл айқындалып жазылған. Сонымен бірге қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысушының шектен шығуы дегеніміз, сыбайлас қатысушының шектен шығуы деп адамның басқа да сыбайлас қатысушылардың пиғылында болмаған қылмыстық құқық бұзушылық жасауы танылады. Оның шектен шыққаны үшін басқа сыбайлас қатысушылар қылмыстық жауаптылыққа жатпайды деп көрсетілген. Бүгінгі бейне сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазсаңыздар болады. Міндетті түрде жауап қайтаруға тырысамыз.